Сіздерге Қызылжар өңіріндегі қазақ тіркілтейінен үлкен жалынды сәлем. Бүгінгі бағдарламаны жүргізетін менің әріптесім Сания және Райлым. Бұл бағдарламамыз қазақ хандығының 550 жылдығына арналған. Біз бабаларымыздың батырлығымен және ұлылығымен мақтанамыз. Олардың жүріп өткен әрбір жолын үлгі тұтамыз. Және де осындай ұлан ғайыр жерде емденген бабаларымыздың тамақтану мәдениеті және олардың жасалу жолын қонақтарымыздан үйрену, яғни біздің жастардың парызы. Сания, сен халваны ұнатасың ба? Я, ұнатам. Сен білесің бе, ата-бабаларымыз халваға ұқсас бір дәм әзірлеген екен. Оның аты жент. Жент? Я. Ал женттің тарихын және оның жасалу жолын біздің бүгінгі қонағымыз Гүлнар апай бізге көрсетеді. Сәлеметсіз бе, Гүлнар апай? Сәлеметсіз бе? Біздің асханамызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме, қыздар? Гүлнар апай, жәнегі біздің жасайтын женттің жасалу жолын және тарихы жайлы қысқаша көрермендерімізге мағлұмат айтып кете аласыз ба? Айтып берейін. Бұл жент бұрыннан ата-бабамыздар көшпенділі кезінде де жасап жеген тағам. Ол өте ыңғайлы, өйткені қыста қатпайды, жазда бұзылмайтын, өте қонарлы, өте дәмді шаймен ішетін тағам. Бұл тағамның ерекшелігі бұл бидайдан жасалады. Бидай, май, қолда бар тағамдардан жасалады. Мен есімді білгелі осы женттің дәмін білемін. Үлкен мерекелерде әжелеріміз, аналарымыз осы жентті көп қылып бізге жасап береді. Олай болса, жұмысқа кірісейік. Гүлнар апай, жәнегі женттің құрамына қосылатын тағамдарды айтып кете аласыз ба? Иә. Бұл дәнді дақылдардан істейді. Осы өңірдегі бар дәнді дақыл. Мысалы, оңтүстікте оны тарыдан жасаса, солтүстікте бізде бидай өсет, бидайдан жасайды. Тағы құрамына май және қант кіреді. Гүлнар апай, ең алдымен біз не істейміз? Ең алдымен мынау бидайды дұрыстап тазалап, жуып, кептіріп алу керек. Ал енді қызым, мынау кептірілген, жуылып, жақсы кептірілген бидайды жақсылап тұрып қуырып аламыз. Ал мінекей енді бидайымыз қуырылып болды. Енді бұны жармалау керек. Ұнтақталған бидайымызды, міне жарманы бір көлемді таза ыдысқа саламыз. Енді бұған 2 есе аз май құямыз, бұдан қант қосамыз. Енді жақсылап тұрып, бұны араластырамыз. Бұның араластыруына өте көп мән беру керек. Өйткені бұл біркелкі болу керек. Бұл жентті ата-бабаларымыз қойдың немесе ешкінің қарнына сақтаған. Бұны 1 жылға дайындап алуға болады. Сосын өзімен бірге алып жүріп жеуге болады. Міне, астарыңыз дәмді болсын. Шайға жент. Қонаққа шақырғандарыңа рахмет. Осындай бағдарламаларыңа көп рахмет. Ата-бабаларымыздың көнеден келе жатқан тағамдарын дәріптей беріңіздер. Бағдарламаларыңа сәттілік тілеймін. Рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.